Bir күні мен бір рухани ахуалға куә болғым келді. Шырақ жақтым, пердені түріп, терезені ашық қалдырдым. Тылсым бір сезімге кіргім келіп тұр. Мельбурндағы бір тамаша жаздың кеші еді. Мен отырмын. Міне осы мен күткен түн деп қоямын. Бұған дейін барлық шариғи дәлелдерді, ғылыми дәлелдерді біліп, көш еткізіп қойған. Таулардың қазық сияқты екені, эмбрионның құрсақта қалай дамитыны, бәрі де керемет дәлелдер. Бірақ маған әлі де бір кішкене демеу керек болып жүрген. Мен исламның шекарасында тұрмын. Ары қарай аттауға дайынмын. Тек итеріп жіберу керек. Сөйтіп отырмын. Айнала тып-тыныш. Шамалы Құран оқыдым. Bir кезде тоқтадым. Сосын былай дедім. Аллах, мен күткен сәт осы. Менің исламға қарай секіретін уақытым келді. Бірақ маған бір белгі керек. Кішкентай ғана белгі. Таңғажайып бір нәрсе емес. Болмашы ғана найзағайдың жарқылы деген сияқты ма? Немесе бірдеңке құлап кетем, әйтеуір бір белгі. Сен үшін түкке тұрмайды ғой. Сен жерді жаратқан жоқсың ба? Давай енді. Сөйтіп отырдым. Кинодағы сияқты жағып қойған шырақтарым өз-өзінен төбеге қарай жылжи бастайтын шығар деп ойлап қоямын. Окей, кеттік. Субханаллах. Еш нәрсе болмады. Абсолютно түк болған жоқ. Шыны керек, салым суға кетіңкіреп қалды. Қайтадан былай дедім. Аллах, саған шанс беріп тұрмын. Мен осындамын, ешқайда кетіп бара жатқан жоқпын. Саған тағы бір мүмкіндік берейін. Мүмкін сенің қолың тимей жатқан шығар. Басқа жерлерде күндіз ғой, онда көп нәрсе болып жатыр. Мүмкін осы жолы бірдеңе болатын шығар. Кішкентай болса да. Мүмкін сырттан құс сайрай ма? Маған бәрібір кез келген белгі, окей? Кеттік. Субханаллах, мүлде ештеңке болмады. О, міне мынау дейтінде еш нәрсе болмады. Дым өзгеріс жоқ. Менің ұнжырған түсімге. Ішім удай ашыды. Осымен біткеніме. Бұл менің исламға кірудегі соңғы шансым еді ғой. Ақыр оны да таба алмадым. Құранды қайтадан қолыма алдым. Тоқтаған жерімнен жалғастырып қайта оқи бастадым. Субханаллах. Келесі аятта былай деп жазылып тұр. Ал сендер үшін түнді, күндізді, әрі айды күндіз етті. Жұлдыздар да оның әміріне бағынышты. Шын мәнінде ойланған қауым үшін әлбетте белгілер бар. Миым төңкеріліп түсті. Ұйқыдан жаңа оянған адамдай болдым. Bir жағынан қорқып кеттім. Өзімнің соншалықты тәкаппар болғаныма сене алмадым. Айналаның бәрі Алланың белгілеріне толып тұрғанда, өзіме арнайы жеке дәлел сұрап жүргенім үшін қатты ұялдым. Мына әлем, мына жаратылыс, осының бәрі біз үшін белгі, дәлел. Осылайша мен исламды қабылдаймын деп шештім. Шынымды айтсам, оған дейін 6 ай бойы исламмен жете танысқам. Енді шахад айтып, иман келтіру қалды. Дегенмен не айтатынымды, қалай айтатынымды әлі білмеймін. Бұл құптан намазына жақын уақыт болатын. Мешітке бардым. Өз көзіме өзім сенбедім. Мешітте 1000 адам жүр. Мынау қандай керемет дін деп ойладым. Кейін білдім, бұл Рамазанның алғашқы күні екен. Барып отырдым. Қатты қобалжып тұрмын. Ортаға шықтым. Әшхаду деп айт деді. Қалай? Ағылшыншасын айта салсам болмай ма? Жоқ. Бірінші арабшасын айтуым керек. Қарсы алдында қаптаған сақал. Мына сөз тұрса айтпасам өлетін шығарым деп ойыма баяғы қорқынышым сап ете қалды. Бәрі маған қадалып қарап отыр. Білесіздер ме? Австралиялықтар қадалып қарамайды. Ливандықтар қарайды екен. Субханалла. Қалай әлгі сөздерді айтып бастадым, манағы қорқыныштың жұрнағы да қалмай санамнан шығып кетті. Басымның ішінде душ тұрғандай, соны біреу келіп қосып бергендей сезіндім. Тазарып жатқандай болдым. Шахадатты айтып болдым. Бірақ артынша көп адам келіп, такбир, Аллаху әкбар деп құшақтап сүйіп құттықтайды деп ойламаған едім. Шыны керек, ол сондай керемет күн болды.
сол күні өзім қиялдап та көрмеген сондай көп аға інілер мен әпке қарындастар таптым.